Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, қонақ жайлағанда дастарханға қоюға арналған шиберекейдің рецептімен бөлісемін. Ол үшін електен өткізілген ұнымызға тұзымызды және бір жұмыртқамызды салып араластырып, қажетті көлемдегі суымызды аз-аздан құя отырып, жұмсақ қамыр елейтін боламын. Қамырымыздың баста осылай біріккеннен кейін, оған 2 ас қасық сұйық майды құйып, біркелкі болғанша тағы да елейтін боламын. Міне қамырымыз осындай жеп-жұмсақ болып шығады. Енді оны тындырып қоямын. Картопты осылай пісіріп дайындап алдым. Енді оны шанышқының көмегімен езетін боламын. Езілген картоптың үстіне тұзды және де қара бұрыш пен укроп қосып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамын. Шиберекейдің салмасы дайын болғаннан кейін, тынған қамырымызды екіге бөліп алып, бір қамырды алып қоя тұрамын да екінші қамырмен жұмыс жасайтын боламын. Шиберекей дайындау көп уақытыңызды алмайды. Оның құрамы да қолжетімді заттардан ғана тұрады, яғни үйдегі бар заттармен ғана дайындалады. Және де салмасына өзіңіз қалаған капустаны немесе тартылған етті де қосып дайындауға болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамырды ұн себе отырып осылай қолдың көмегімен жайып алып, одан кейін оқтаудың көмегімен жұқа етіп жаятын боламын. Менің осы рецептіммен сіздер де шиберекей дайындап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Және де төмендегі комментарий бөліміне сіздер қалай шиберекей дайындайсыздар, сол жөнінде бөліссеңіздер болады. Міне осылай қамырымызды жайып алғаннан кейін, мен кесенің көмегімен дөңгелек пішінге келтіріп кесіп алдым. Сіздер өздеріңіз қалаған пішінде, яғни 4 бұрышты қылып немесе 3 бұрышты қылып та жасай беруге болады. Ал осындай қамырларымыздың барлығын біріктіріп алып, одан да осындай шиберекейлер дайындайтын боламын. Дөңгелек пішіндегі қамырымыздың ішіне салмасын салып, осылай екі шетін біріктіре отырып, шанышқының көмегімен шетінен басып шығамын. Қамырдан шиберекей жасап алғаннан кейін, оны қызып тұрған сұйық майымызға салып, екі беті қызарғанша қуыратын боламын. Міне шиберекейдің бір жақ беті қызарғаннан кейін, шанышқының көмегімен екінші бетіне ауыстырып, екінші жағын да осылай қызартып қуыратын боламын. Шиберекейдің екі беті де қызарғаннан кейін, оны сүзіп алып, ыстық күйінде немесе суыған күйінде де дастарханға ұсынсаңыз болады. Осы видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.